Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мектептегі тәртіп ережелерін құрастырамын, сұраулы сөйлем. Сабақтың мақсаты сөйлемді айтылу мақсатына қарай ажыратып, сәйкес тыныс белгісі, нүкте мен сұрақ белгілерін қолданасыңдар. Бүгінгі сабақта меңгеретіндерің: мектеп тәртіп ережелерін құрастырамын. Балалар, сендер мектепте қандай тәртіп ережелерін білесіңдер? Қане бастайық. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Балалар, ойландатап әдісі арқылы мына сөйлемнің қай түріне жатады? Алақай, ауылдан атам келді. Әжесі бүгін ауылдан келді. Әжеңнің аты кім? Балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын мына видео сабақты мұқият тыңдайық. Дана, саған мына өлеңді оқып берейінші. Жарайды. Таңертеңнен ойнайтын, ойынға бір тоймайтын. Марал деген баланың сұрағы жоқ қоймайтын. Жаңбыр қалай тұрқиып, неге сыйды күн күйіп? Аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік? Керемет, Алина. Марал қандай сұрақ қойды? Жаңбыр қалай тұрқиып, неге сыйды күн күйіп? Аспан неге көкпеңбек, таулар неге тым биік? Ал сөйлемдердің соңына қандай тыныс белгісі қойылған? Сұрау белгісі. Қалай ойлайсың, сұрақты не үшін қояды? Сұрақты жауап алу үшін қояды. Осыдан қандай ереже шығады? Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемдерді сұраулы сөйлем деп атаймыз. Сұраулы сөйлемнен соң сұрау белгісі қойылады. Балалар, мына ережені есімізге сақтап алайық. Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз басқа сөздерге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады. Есіктеріңе сақтап алыңдар. Сұраулы сөйлем жасайтын ма, ме, ба, бе, па, пе өзінің алдындағы сөзден бөлек жазылады. Мысалы, Айгүл келді ме? Жауын басылып па? Балалар, оқулығымызға қараймыз. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқимыз. Кәнекей, өлеңді мәнерлеп оқып шығамыз. Жарайсыңдар балалар. Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіндегі қара сөздерге мән берейік балалар. Қара сөздердің мағынасын түсініп алайық. Шегене, шамалы, аз, шағын. Баба, арғы ата, ұлы ата деген мағынаны білдіреді. Келесі балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізге бүгінгі күн ретін жазып, к дыбысын емлесін жазып шығамыз. Жарайсыңдар балалар. Балалар, 44-ші жаттығуға назар аударайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Сөйлемдегі қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіреміз. Балалар, күлме сөзі қандай сөз таптарына жатады екен? Хабарлы сөйлем. Келді ме? Қандай сөйлем? Сұраулы сөйлемге жатады. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қолымыз талса, серікті сәтін жасап жүрейік. Балалар, оқулығымыздың 45-ші жаттығуына назар аударайық. 45-ші жаттығуда тірек сөздерді пайдаланып сұрақтар қоямыз. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, мен бастаймын, сен жалғастыр ойын ойнаймыз. Сөйлем аяқталған нені білдіреді? Дұрыс айтасыңдар, ойды білдіреді. Сөйлем сөздерден не істейді? Құралады. Хабарлы сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен басталып жазылады. Сұраулы сөйлемнен кейін сұрақ белгісі қойылады.
жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Шегене сөз қандай мағынаны білдіреді? Шамалы, аз, шағын деген мағынаны білдіреді. Ма, ме, ба, бе, па, пе өзінің алдындағы сөзден қалай жазылады? Дұрыс айтасыңдар балалар, бөлек жазылады. Жарайсыңдар балалар. Кәнекей кері байланыс жасаймыз. Жасыл түс түсіндім, сары түс маған көмек керек, қызыл түс түсінбедім. Жарайсыңдар балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.